орыс адамдар кірсе періште дейді. Өңінде соны шыдамай кетті, көп уайымдап сағынып жүрмін дейді. Бір жағы кеткенде дұрыс шығар. Өйткені саған дос бола алмаған, саған қиыншылық. Дос деп кімді айтады? Жер бетіндегі ең оңай, ең ауыр нәрсе бар. Ол табыт. Сол табыттан ғана шыға алмайсың, қалған бәрінен шығасың. Соған жетпей бетін ашып, сізге табытын кемей тұрып көрсеткен бетін жақсы. Сен өйткені бұл дүниедегі дос болған адам ақыретте де дос болады сізге. Сондықтан шынайы дос табыңыз. Ондай ғалымдар айтқан екен, мен 85 жыл өмір сүрдім, 85 жылда бір дос таппадым деген екен. Сондықтан оңай дүние емес. Мен мақала жазған бұл туралы, Google'да бар, оқып көріңіз. Мұсылман адам ерте тұру керек па дейді. Мұсылман болмаса тұрмайын деппен, бүгін мұсылман емеспін. Неге? Тұрмайын бүгін. Ерте тұрған жақсы. Енді адамсың ғой, сен робот емесің. Кейде тұра алмай қаласың, кейде ұйықтап қаласың, кейде сәпсем қақайып тұру емес, ұйықтайды адам. Слишком өзіңізді робот қылмасаңыз, ондай болмайды адам. Адам пенде, пендесі деген сөздің өзі қателесуші, кейде тұра алады, кейде тұра алмайды, кейде чатасады, кейде қателеседі, кейде болмысы ұмытады. Сондай адам ол. Бүгін ерекше келбетті. Осылай мақта бермеңіздерші, қисақ қап мына жағым бәрі жұмыс істемей жатыр қазір. Түні бойы ауырып қазір әрең отырмын. Өз-өзім успокойтып, 4 дәрі ішіп әрең отырмын. Мына жағым түгел істемей, көз тиіп қалды ғой деймін. Осы жағымға істей алмайды, бір жағым мойным қисамай қапты. Не деп іздеймін мақаланы? Нұрлан имам, досың көп болсын. Солай ғой, жаңылмасам бір 10 шақты жыл болды ғой, оны асып кетті ме, көп болды жазғаныма, осы достық туралы жазғам. Газеттердің біраз дерлігі басқан. Менің әкем арақ ішеді, бір үйде. Ол арақ ішсе, менің намазым, Құраным оқыған абзалым қабыл ма дейді. Әлбетте қабыл. Қайта көбейді. Одан кейін барып айғайламай, әкеңе. Арақ ішкен әкеге айғайламаңыздар, ұрыспаңыздар. Оныкі дұрыс емес, бірақ сенің оған ұрысатын праваң жоқ бәрібір. Ертең тест тапсырамын дейді. Каким видом спорта мне заняться? Скандинавской ходьбой займись. И надо, скорее всего, чтобы вставать на утренний намаз, надо вечером заняться. Будучи уставшим, надо спать. Сақал сүннет пе, парыз ба? Сүндетке баланы отырғызу да сүннет пе? Сол сүннет деген сөз, сүндет деп айтады біздің тіліміз. Сунна деп қояды, сонна деп қояды. Бұл сүннет деген пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның, пайғамбардың, яғни істері, айтқандары, құптағандары. Яғни бұл парыз емес, Құдай бұйырды деген сөз емес. Кейбір пайғамбардың айтқандары мутаватир дейді, яғни үздіксіз көп адамдардың айтуымен сахабамен жеткен нәрселер ақида мәселесі нәрсесі, сенім мәселесіне жоғары көтеріледі парыздық деңгейге. Бірақ фиқхтағы, амалдағы істердің барлығы сүннет болады. Енді сүннет деген не? Сүннет істесең сауап аласың, істемесең күнә алмайсың. Мысалы, бір адам сақалын алса тозақ деген сөз емес. Сақалы болмаса сақал парыз деген сөз емес. Түсінікті? Осыған сүннет деп айтылады. Ал енді біздің қазақ сүндет деп айтады да, баланы сүндет деген, яғни піштерген дейді кейбір облыстарда. Сол баланы сүннет деген Мұхаммед пайғамбардың алейхиссалам ісіне айтылады. Мысалы, үйге оң аяқпен аттап кіру, ол да сүннет. Тамақты оң қолмен жеу, ол да сүннет. Тісін тазалап жүру, мисуакпен соның ішінде, ол да сүннет. Тағы, дәрет алғанда аузын шаю сүннет. Туалетке сол аяқпен кіру сүннет. Ассалаумағалейкум деп амандасу сүннет. Қолды ұстаған, қолды ұстау бүйтіп, бұл да сүннет болады. Бұрындағылар амандаспаған ба? Бұрындағылар қолын біткен.
Анам қайтқан дейді, иманды болсын. Бізде ер бала жоқ. Құран бағыштап садақа берсек бола ма? Қыздың берген садақасы қабыл болмайды дейді. Кім айтқан? Қабылдайтын адам айтқан ба не? Қабылдайтын Алла ғой. Алла қабылдайтын болғаннан кейін қабылда болмайды деп айтқан дұрыс емес. Қабыл болмайтын жері бар, мен айтып берейін. Қай уақытта қабыл болмайтын? Сен Құран оқытқанда садақаны, ақшаны күйеуіңнен былай қарап ұрласаң, сол садақа қабыл болмайды. Менің байым ғой, не өпті? Біреудің байы емес қой. Сәсеттің байынан алып жатқан жоқпын деп, өз күйеуіңнен ақшаны ұрлап, өз мамаңа, папаңа Құран оқытсаң, сол сауап бармайды. Түсінікті? Сондықтан күйеудің рұқсатымен болу керек. Или өзің жұмыс істеген, өзіңнің ақшаң, өзің зарплатаңды оқыта бер. Қанша оқытсаң сонша оқыт. Бірақ кетіп қалып жүрмесе жаққа. Қайта қыздың оқығаны жақсы болады. Рахмет. Оспанова Балтагүл апай, рахмет қандасым. Апайым, Алла разы болсын. Su бересіз. Ана өте есін алдын су. Оң жағын. Если нечаянно уснуть перед Ишой, то испортится омовение. Надо посмотреть, как вы уснули. Если вы уснули, будучи сидя, омовение не испортится. Само по себе сон омовение не портит. Что же портит омовение? Именно, когда вы теряете связь над своим, вернее, контроль над своим телом. То есть, будучи в состоянии лежа, если вы будете спать, ваше омовение портится. Либо не прислоняясь, спите просто в таком сидячем положении, омовение не портится. Вы не можете испустить газы, то есть в таком положении. Даже чтобы чуть-чуть газ спустить, надо наклониться либо вправо, либо влево. Поэтому с омовением все в порядке. Но самое лучшее, это сделать заново омовение. Қайын сіңіл ортаға түскені дұрыс па? Екіге айырды бізді. Ойдой. Өзді айырылайын деп тұрған киім еттепті ғой біреу. Сол сияқты енді айырса жол бермеу керек еді. Күйеуіңді жақсы көру керек еді. Енді болар болса кетерінен кету керек. 6 ракағат нәпіл намаз оқуға бола ма? Болады. Тахаджудты 6-ға оқысаң болады. Үйде маманың шашы бар. Бұрын шашын астында түйіп орамал тағатын мамам қайтқан. Кейін шашын тастамады. Үйде тұр, ол әлі шашын не істесем? Апарып көміп таста. Үйде шаш тұрмасын. Макрух болады, әдепсіздік болады. Болмайды. Енді жұмысың ашық, реалмен оқу керек. Сондықтан көз ашық болады. Тек қана көз жұмуға болады. Егер жаңаға жай намазда тұрсың, мысалы, жай намазда тұрсың, мына жерде суреттер бір нәрсеге ұқсап, көзіңе кірес елестеп, бір бәле елестеп, ойыңды жаман бұзып жіберсе, немесе бір суреттер ма, білмеймін, бір нәрсе түссе, онда ғана көз жұмсам болады. Аллаға қайырлы таң. Жолдасымды түсіне марқұм ағасы ана жүр, мында жүр, анда жүр, мында жүр деп ертіп жүр екен. Ескі аяқ киімді кейдеп ұсыныпты. Жолдасым шошынып оянды, ол не белгі? Байың балаларға қарасын, балаға қарамай жатыр. Баланың бүкіл барлығын саған табыстап қойған. Марқұмның жетектеп айта алмай жатқан сол. Балаларға қарамайды сенің байың. Сол балаларға көңіл бұрсын деп айт. Кешке әкем жұмыстан мас болып келіп, анама қол көтерді дейді. Кеше. Мен ортасына тұрдым, дұрыс, ұрма деп, дұрыс. Сосын шыдамай папаны бір ұрдым, дұрыс емес.
Папам сабыр қылды, қоя салды. Өзім кикбокспен айналысам, менікі дұрыс болды ма дейді. Папаңның мастығы кеткенде Дәулет кешірім сұрап, әке мені кешір деп көзін алды жыла. Әкеңдікі дұрыс емес, мамаң сабағаны, ұрдырмағаның супер, бірақ әкеге қол көтерме, ешқашан қол көтерме. Енді болып қойған екен, пока папаң өліп қалмай тұрып кешірім сұрап қал. Алдынан шындап тұрып сұра. Күйеуім телефоннан Құран сүре жаттап жүргенге қарсы, тыңдасам да жынданады. Үйде Құран сүре кітаптар жоқ. Қаншалықты дұрыс, күйеуім жоқ кезде Құран сүре тыңдап аламын телефоннан дейді. Обязательно байыңның қасына тыңдау керексің ба? Күйеуім келгенде сен де Bluetooth-пен қосып қойып, Нұрлан имамды қосып қойып, мынаяқтан Құран қосып қойып, байым отырғанша қатыным жынды болды, бақабес болды деп. Ей, айналдым, атыңым, аяулым, Айнара, қойшы жаным. Өзі бір байдың қасында тыныш, бай семен отырғысы келеді. Содан кейін семен бір сөйлескісі келеді. Сен ағузу биллахи минаш шайтанир раджим деп обақысқа сөйлеп біткенше ол есі ауып қалады. Сені түнде төсекке шақырса, сен де тоқта деп шомылып алам деп ваннаға кіріп, ваннадан шығып дәретіңді алып, бір жарым жыл, бір ай жылық кіріңді езіп, сөйтіп пока барғанша обақсы ұйықтап қалып, соның барлығы есі ауып жүр. Қойшы, әулие болмайтын кезде әулие болмашы енді сен де. Қумайтын кезде қумаш енді. Күйеуің жоқ кезде оқып ал, Құраныңды да, басқаныңды да, намазыңды да бәрін. Күйеу жоқ, күйеу кезде, күйеу үйде ашық-шашық, күйеу бай намаз оқитын әйел үйде бейді ораны баса есі ауады күйеудің. Күйеудің алдында кішкене ашық-шашық жүр. Совсем голый жүрме, терезеде соседтер көріп жүрмесін. Бірақ әйтеуір кішкене бір дұрыстап, өзіңізді оранбай, күйеуге подход дұрыс болу керек. Вообще соленой водой мыться надо, есть ли в исламе или нет? Есть у нас традиция мыться в соленой воде. Она очень полезная, особенно в утреннее время можно полоскать рот соленой водой, полностью умываться. Вообще даже иногда можно дом тоже протерять. Почему? Некоторые молекулы соли, особенно морской соли, они полезны для нашего народа. Почему? Йодированная соль именно, она нам необходима, так как наше питание, особенно городским жителям, соль необходима, но в своем не перебарщивая. Күйеуім қорғамады, сол қайын сіңілім жақтады, сол бәрін басқарады, сол үйде күйеуім маған берген ақшасын қызғанады, басқа жас қыз әперем деп оныкі дұрыс па, 24-те 7 төркіннен шықпайды, маған кухняма араласады дейді. Кішкене шыдасаң кетеді ол. Сен әлі позицияң слабый. Сенің мына жерде вампирский тістерің әлі шыққан жоқ әлі. Кішкене бүйтіп қайрау керек оны. Бүйтіп байды жайлап, тістеп қайрап көресің. Егер удар болса, онда әлі қатқан жоқ. Сен көрдің бе, әлі мына тісің шыққан жоқ. Қазақ айтпақшы, тамырың батқан жоқ, жамбасың батқан жоқ. Кішкене уақыт керек жаным. Күйеуіңмен реттей бер. Зачем сен үшінші адаммен, қайынсіңілмен таныс, қайынсіңіліңмен өтеді. Қайынсіңіл не істеу керек енді? Байын қызды ұру керек па? Аузың жап, мен қатыным араласпа деп айту керек па? Оған уақыт жетеді. Ол өзі де келеді, сен асықпа. Сен кетпе жаным. Сөз қуалама. Бүгін 12 сағатқа қарай сізге барып ұлымызға азан шығарады. Кеш болады, 12-де менде бір жиыным бар. Маған көп ауырып қалам дейді, Алла шипа берсін. Мен де ауырып отырмын, екі ауруға да қаламыз. 12 сағатқа қарай айттық. Жай намаз қалың болмау керек, қағба сүреті болмау керек, дұрыс па дейді. Басыңды ұрған кезде тарс етіп сындыру керек дей ма? Жерге жарылып, миың шайқалып, не оқығаныңды ұмытып қалып, көзің бейтіп, біротылап бетонның үстіне оқысашы сен. Жоқ, одан да жақсы анау шегенің үстіне оқы. Шегенің үстіне оқы. Ана не бар? Стояние на гвоздях деген бар. Шеге. Тура маңдайыңды қоятын жерге шеге қойып қой, қадап тұрып. Соның үстіне өріп тесіліп қалсын маңдайың. Бола ма сол? Жұмсақ болу керек. Комфортын оқыңыздар. Аяғыңды астына комфортный бол. Жай намаз жақсылап тігіп ал. Аталарың, апаң сияқты четіне айды қойып ал өзіне. Өзіңе қандай иісін айт.
сол есте сеуіп қой өзіңнің собственный личный жай намазыңа. Мысалы болады жай намазға себетін жай намаздың әтірлері, өзіңе ұнайтын есте сеуіп қой. Бірақ ұйықтағанда бүйтіп марихуананы сеуіп қойма, марихуананы сеуіп содан кайфовать етіп ұйықтап қалып жүрме. Бірақ әйтеуір солай. Ал енді жай намазда қағбаның суреті болмау керек дегені кейінгі тақуалыққа беріліп жүргендердің сөзі, жаңағы қағбаның қадірі кетеді, немесе жаңағы қағбаға аяққа басады деген сияқты. Далбаса нәрсе. Тұра берсін суреті. Біреу айтып еді, мына жай намазда қарасам крес көрем, ана жаққа қарасам крес көрем, осы жер дүниеге барасам крес көрем дейді да. Енді қалған ешкім тыңдамаймын десең, осы олай емес, барлығын тыңда алтыным. Аға 6 жастағы балам рұқсатсыз біреудің заттарын алады. Кеше үйдегі ақшадан 2000 теңге өзіне тығып қойыпты. Бұл ұрлық па, қалай қойдырам дейді. Әлбетте ұрлық. Адамдағы, баладағы жаман нәрсені қойдыру үшін оған жақсы нәрселерді көбірек үйретіңіз. Яғни Алланы үйретіңіз деген айтқым келеді. Намаз оқу үшін кімнен білім алған жөн? Мешіттегі имамнан барып аласыз. Жұма сайын Құран оқимын, бірақ қате ме деп қорқам. Жоқ, оқыңыз. Бірақ тек қана жұма күні керек бола ма, не? Құдай, басқа уақытта керек жоқ па? Четверг күні оқымайсыз ба сонда? Четверг күні қабылдамай ма, не? Жоқ, выходной ма ол жақта? А суббота, воскресенье онда точно демалыс қой сізге. Бола ма сондай? Жоқ, ондай болмайды жан. Күнде оқы, күнде Құран оқы. Пайғамбарымыз айтады, жер бетінде планетадағы ең жақсы адам таалламал Құр'ана ва аллама, Құранды үйренген және үйреткен дейді. Түсіндіңіз ба? Сол Құранға жақын болыңыз. Мен қатты қателестім, бірақ бәрі мені барлық нәрсеге кінәлап жатыр. Ештеңе етпейді. Қателескен сені күшейтеді, сені талпындырады. Сол қателікті келешек өміріңде жасама. Болды, қателік болды. Енді содан беліңді бұл, соны сабақ қыл, соны алдыңа ориентир қыл, екінші соны ұмытпа, сондай жолға қайтып барма. Болды. Үйде дуа жасап кеткен не істеу керек? Тазарту керек. Аят, дұға оқыса кетеді. Бөлмелерге азан айтады, Зілзала сүресін оқиды, білген сүреңізді оқыңыз, үйде намаз оқыса кетеді. Өлген адамды жуған қолғаппен алып қойып киіп ауырған жерде сипалап қойса, ауырған қалады екен, сол әрекет дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Баяғыда апаларым сөйтіп ырымдап жататын, қазір керек емес. Қазір 21-ші ғасыр. Мәйіт жуған кезде ана белгілі бір адамның денесінен бөлінетін нәрселерді бір нәрсеге пайдаланған. Баяғыда. Ол кезде баяғыда көзіңе теріскен шықса, баланың зәрін сідігін тамызатын. Енді қазір оны істесең, енді көзің ақып кетеді жаны, қой енді. Даже күлкілі ана өлген адамның трәпкісімен дене сүрту деген, ол даже үйде пол сүртуге жарамайды, тастау керек оның бәрін, қой астын. Керек емес. Әкем өмірден өтті. Күнде 5 уақыт намаздан кейін Құран оқи берсем болады ма дейді. Болады, бірақ одан да жақсы нәрсе бар. Қалай? Намазда аттахиятта отырасыз ғой. Аттахияттан кейін салауат оқылады. Сол салауаттан кейін мына дұғаны оқисыз. Раббана ғфирли. Я Алла, мен сенен кешірім сұраймын, мені кешір. Вали дайя. Әке шешемді, ата анамды кешір. Вали дайя валил муъминина, және барша муъминдерді кешір. Яума яқумул хисаб. Қиямет күнде есеп болады, күнде жеңілдік бер деп Құдайдан сұрайды. Сонда сіз әрдайым Құран оқуға шамаңыз келмейді. Ал бірақ мына дұғаны оқу міндетті болып қалады сізге. Сондықтан осыны оқыңыздар. Жаңадан үй сатып алдым, қалай тазартуға болады? Мал атаңыз, үйіңізге қонақтар келсін, жақсы адамдар шақырыңыз үйіңізге, төрге жақсы ниет қылып, апаларың сияқты кішкене ет алып қойыңыз, үйге қонақ шақырам. Бір нәрсе сатып алсаңыз, бір қонаққа берем деп алып қойыңыз, жақсарың ғой. Соның бәрі дұғалық болады, үйіңізге береке келеді. Ұстаз, болып жатқан әділетсіздіктерге бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз дейді. Ең үлкен нәрсе бұл дүниеде не ол? Таудан биік, аспаннан жоғары тұратын нәрсе әділеттік болады.
патшаның ең үлкен әділеттігі, патша әділетті болса, халық әділетті болады. Әділеттік патшадан басталмайды. Әділеттік сенен басталады, әділеттік менен басталады. Әділеттік пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам балаларының ортасына әділеттік қылмағандарға қарғыс оқыған. Ұллары мен қыздарын бөлген, ұл мен ұлын бөлген, ақша табатынымен бөлген, түрі жақсы мен түрі жаманды бөлген. Әйтеуір балаларының ортасына әділеттік қылмаған адам бұл дүниеде үлкен өкініште болады. Алланың алдында да өкініште болады. Сондықтан әділеттікке қатты мән беріңіздер. Үлкенін сүйдің ба, кішісін де сүй. Үлкенін құшақтадың ба, кейінсінде құшақта. Келіп тапсырады екен, тапсырады деген сөз жоқ. Қабылдап алса сен де хоп деп тосып алып кетіп, ана жаққа беріп жібермейсің. Ол әшейін айтылған нәрсе. Енді үйге келсең, келін десе проблема жоқ, шақырып қойыңыз. Өз жарыңды кездестіргеніңді қалай білуге болады? Өзінен сұрайсың. Мен жарымсың ба дейсің. Иә дейді, немесе пошалгон дейді. Болды. Екеуін біреу болады. Сен өзі көрініп тұрады. Жатыңдап бүйтіп тұрады өзі. Ыржың етіп. Сол мен жарым дейсін, ала бересің. Болды. Оны күтіп отырмайсың. Мына жерімді жыр дей ма, жүрегімді yok дей ма, миым бық дей ма деп, құлағым қыши ма, мұрным қыши ма күтпейсің. Ала бересің. Қарап көресің. Семья, Инстаграм бар ғой, Инстаграмын көресің. Былай түскен суреттерін көресің. Соңмен сұрастырасың, нормальный ма, нормальный дейсің, әке-шеше жақсы ма дейсің соңмен. Өзі жатыңдап тұрады саған. Соңмен кетесің. Кішкентай баланың сыймай қалған немесе ескірген киімдерін мусорға тастауға болады ма, или өрттеу керек па? Біреуге беру керек, киюге жарайдау дегендерді беру керек, іздеп тауып алам дегенге өртеген жақсы емес. Баланың киімінен совсем жарақсыз болып тесіліп ойылып қалған болса, онда жаңағындай өртеп жібересіз. Өртеген дұрыс. Лақтырып, ол жаңа мусорда көрінген жер ұшып жүреді. Ол дұрыс емес, соған қарағанда өртесе толық жанып кету керек. Інімнің жылдық асы өтпеген, ағамның баласы той жасаймын деп жатыр. Сол қаншалықты дұрыс дейді. Мәселе дұрыс-бұрыстығында емес. Сол іспенен ағайындық бұзылып кетпеу керек. Оның істеуіменен сендердің бармай қоюларыңмен ағайындық бұзылмау керек. Бірақ той берем десе, әркімнің қуанышы өзіне берсе, ешқандай мәселе жоқ. Ағайындық бұзылмасын. Алдынан өту керек деп есептеймін. Құран хатымды қалай түсіреді? Басынан аяғына дейін оқиды кітапты. Ұстаз, бір балам бар дейді. Екіншісін туғым келмейді. Денсаулығым қиналып қалдым. Травма болып қалды родыда. Сор бір баламен шектелсем бола ма дейді. Оны менен не сұрайсың, Құдай, байыңнан сұрамайсың, байың айтпайсың, жаным, мен не қатысым бар сен балаңа. Алла денсаулық берсін саған. Өз-өзіңе келіп күтін. Балаң кішкене 3-4-ке келген кезде арғарай Аллаға тәуекел етіп, тағы да ұрпақ берсе Құдай, сүйген жақсы болады. Егер кәдімгі шариғат нормасымен сұрасаң, шариғат нормасымен айтайын, бала көтергенің жақсы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қуантқаның жақсы, үмметін көптігі. Бірақ денсаулығыңды қарай, травма, барлығын қарап, қазір медицина жақсы дамыды ғой, соларға көрсетсең, күшті болады. Олар бәрін қарайды жаным, иә? Құран хатым қазақша аудармасын оқыса бола ма дейді. Арабшасын оқыған дұрыс, переводы не екенін оқысаң болады. Қиған шашты баламның шашын естейміз, үйде тұр 1 жыл болды дейді. Көм қою керек. Шашты апарып көму керек. Адамның шыққан нәрсесін бәрі көмілу керек. Шашы, тырнағы, операция болса бір кескен жері, кіндігі, сүндет дегендері деген сияқты нәрселердің бәрі жаңағы истихара намаз оқымайтын адамдар оқыса болады ма? Бір затқа шешім шығара алмай тұрмыз дейді. Болады. Қайын сіңлілерге дейді, арнап уағыз шығарыңызшы дейді.
сол жерін қиып алып тұрып қайынсіңлілердің группасына тығып жіберейін деп пен соны қайынсіңлілердің бәрі тыңдап алып жәндеріне тиіп кетіп Нұрлан имамды боқтап бәрі қарғап сені қоса қарғап содан кейін қышуың қанатын бет күшті болып қаласың ба. Ай жаным ай, осы қашан қоямыз осы уағызды апарып анаған тығып уағызды апарып мынаған тығып енді 30 жыл билет қой солай енді болды ғой енді қояйық та осы нәрсені уағызды құрал қылып пайдаланылды. Жолдасым кетіп қалған 2 жылдан бері 2 балаларым бар, балаларым деп келіп тұр, жүрегім суып қалыпты дейді. Келіп тұрса кірем десе кіргіз, қайтқан малда береке бар. Ақмақтық болады, любой адам қателеседі. Сол 2 балаға жер бетінде ешқандай еркек папа болып бере алмайды. Сол туылған әке, тудырған әкесінен артық жер бетінде әке жоқ. Өзгермейтін мінез бар. Туа біткен дейді ғой қазақ, бірақ өзгереді. Адамның мысалы қандай зор қазір айтып жүрген сахабаларымыз уақытында адам өлтірген, уақытында сондай бір адамдар болған, жауыздар да болған, кейін дін өзгертті. Так что өзгереді. Дін өзгертеді. Өзенге, көлге, душқа түскенде қайта дәрет алу керек па? Жоқ, алмаса болады. Сол жарай береді дәретке. Садақа бергенде күйеуге айтпай берсе бола ма дейді. Күйеуге айтпай басқа ештеңе істеп жүрген жоқсың ба? Ештеңе? Тек қана садақа ма? Басқа ештеңе істеп жүрген жоқсың ба? Позорың шыққанмасын Құдай. Күйеуге айтпай ештеңе істеме. Бәрі сізге. Айтып істеңдер. Басына тас қойма. Сен тірі кезінде басына жастық қойған. Сен күйеуіңмен алыс. Күйеуіңе жақсылық жаса. Ол ата-анасын өздері шешеді.